Бір адам өмірінде алғаш рет есек сатып алады. Есек алғанына қатты қуанып, оны үйінің төбесіне шығарып еркелетіп, өз руымен ауылын жоғарыдан көрсетеді. Мақсаты есек жолды танып алып, кейін өзақ үйге оралатындай болсын дегені. Кеш бата келе ол есекті төбеден түсіріп, қораға кіргізбекші болады. Бірақ есек бұған көнбейді. Төбе ұнап қалған екен, сонда қалғысы келеді. Адам оны қалайда көндірмек болады, күштеп түсірмек те болады. Бірақ есек табанын төбенің кірпіштеріне нық тіреп, иесін теуіп, ақырып-бақырып маңына жолатпайды. Үйдірілдеп, ескі ағаш шатыр есектің қозғалыстарына шыдас бере алмайды. Сонда адам тездетіп, әйелін балаларын сыртқа шығарып үлгереді. Бірнеше минуттан кейін шатыр мен қабырғалар опырылып, үй құлап түседі де, есек үйінде астында қалып өледі. Сонда әлгі адам қанға боялған өлі есегінің басында тұрып, «Қателік сенде емес, сенің орның қорада, қателік менде, сені төбеге шығарған мен болдым» деді. Бұл мысалдан алар ғибрат, өз орнын білмейтін есектерді биікке шығарып қойсаң, оларды қайта түсіру өте қиын. Сол үшін олар емес, оларды орынсыз биікке шығарғандар кінәлі.